Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 15 минутта жасалынатын, үйдегі бар заттармен жасалынатын песочный пирогтың рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Өте дәмді болып шығады. Алдымен ыдысқа жұмыртқамызды саламыз. Үстінен қант салып араластырамыз. Миксерсіз жасалынады. Сосын сұйық майымызды құйып араластырамыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырып, ұнымызды саламыз. Бір шай қасық разрыхительді салып араластырамыз. Осындай жабысқақ өте ыңғайлы қамыр шығады. Сосын противенге өздеріңізге ұнаған формада орналастыра бересіздер. Бетіне осылай қасықпен мен сияқты узорлар жасап шықсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай песочный өте дәмді печенье шығады. 15 минутта жасалынады және оп-оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда керемет видеолармен бөлісетін боламын.